Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі жаңа сабақ 89-шы сабақ. Судың пайдасы. Суыр, сұңқар, су қайда? Ертегі. Ерте заманда сиыр сызылған кербез, суырла шапқан жүйрік болыпты. Әрі асқан тәкаппар, мақтаншақ та екен. Бір күні әлгі сиыр атпен ерегесіп қалып, екеуі жарысқа түсуге уәде байласады. Бұрынғы өткен жарыстардың бәрінде сиыр бәйге бермейді екен. Осы жолы аттан да озып, 4 аяқты жануарлардың арасындағы ең жүйрігі деген атаққа бір жола ие болуды мақсат етеді. Ертеде сызылған кербез сәнқой сұлу сиыр болыпты. Өзі жүйрік болыпты. Жүйрік деген тез жүгіретін жануарды айтады. Бірақ осы сұлулығына масаттанып, тәкаппар болыпты. Тәкаппар деген менменшіл, басқаларды менсінбейтінді айтады. Әрі мақтаншақ екен. Бір күні әлгі сиыр атпен ерегесіп қалыпты. Сөйтіп екеуі жарысқа түсейік депті. Бұрынғы өткен жарыстардың бәрінде сиыр бірінші орынды алады екен. Осы жолда аттан да озып, 4 аяқты жануарлардың арасындағы ең жүйрігі деген атаққа ие болғысы келіпті. Көмбеге төреші болып арыстан келеді. Бәстің жайын ұққан соң, ат пен сиырды бір күншілік жолға жолбарыс айдап барып, екеуін қатар тұрғызып қояды да, кері қайтуға ақырып белгі береді. Құйрығын көкке шаншып алып, танауы пысылдап, сиыр дегеннен-ақ қарасын үзіп, зулай жөнеледі. Сиырдың соңынан желді жүйткіп ат шауып келе жатады. Көмбе дегеніміз жарыстың аяқталу шегін айғақтап тұратын белгіні айтады. Көмбені кейде мәре деп те айтады. Сол мәреге төреші болып арыстан келеді. Бәстің жайын ұғады. Бәс дегеніміз ертеден келе жатқан қызықты салттың бірі. Бәстің түрлері өте көп. Күш сынасу, ауыр тас көтеру, өгізді көтеру, күрес, жаяу жарыс тағы басқа. Бәс көпшілік алдында өтеді. Бәс жеңімпаздары құрметке бөленеді, мақтау алады. Арыстан бәстің жайын ұғады. Сөйтіп, сиыр мен атты бір күндік жолға апарады. Сөйтеді де, екеуін қатар тұрғызып қояды да, кері қайтуға ақырып белгі береді. Құйрығын көкке қарай көтеріп алып, танауы пысылдап, сиыр зулай жөнеледі. Сиырдың артынан желдей жүйткіп ат шауып келе жатады. Жол ортасында оларға сусын беру үшін суыр тосып отырады. Бір кезде оза шауып елерген сиыр суырға жетіп келеді де, суыр сасық, су қайда дейді. Сиырдың тәкаппар мінезіне ренжіп қалған суыр, сиыр сасық, су мында деп сасып, борсып кеткен лай суды ұстата салады. Шөлдеп келе жатқан сиыр судың қандай екеніне қарамастан сіміріп жібереді де, одан әрі қарай шапқылай жөнеледі. Жарысып келе жатқан сиыр мен жылқының су берейін деп суыр жолда күтіп отырады. Сол кезде еліріп, сиыр ең бірінші жетіп келеді. Сөйтеді де, менсінбей суырға қарап, суыр сасық, су қайда дейді. Сиырдың тәкаппар мінезіне суыр ренжіп қалады. Сөйтеді де, сиыр сасық, су мында деп сасып, борсып, иістеніп кеткен лас суды сиырға береді. Шөлдеп келе жатқан сиыр оның қандай екеніне қарамай сіміріп ішіп алады да, әрі қарай шапқылап жүгіре береді. Әрі берден соң суырдың қасына шөлдеп ат келеді. Суыр сұңқар, су қайда дейді еркелетіп.
Жылқы тұлпар су мұнда деп, суыр мөлдір тұнық суды атқа ұстата береді. Таза тұнық суға қанып алған ат бойына тың қуат қосылғандай болып, құстай ұшып самға жөнеледі. Сасық лай су кеудесін алып қалған сиыр онша ұзап кете алмайды да, 2-3 қырды асқан соң ат қуып жетіп, жанына желдей жүйткіп өте шығады. Содан көмбеге бірінші болып жетеді. Суырдың қасына ат шөлдеп келеді. Суыр сұңқар, су қайда дейді еркелетіп. Суыр, жылқы тұлпар су мұнда деп, таза мөлдір тұнық суды атқа береді. Таза тұнық суға қанып алған ат бойына қуат қосылады, сөйтіп құстай ұшып самғай жөнеледі. Ал сасық лай су кеудесін алып қалған сиыр онша ұзап кете алмайды. 2-3 қырдан асқан соң ат сиырды қуып жетеді де, жанынан желдей жүйткіп озып кетеді. Содан мәреге жылқы бірінші болып жетеді. Содан бері жылқы 4 аяқты жануарлардың ішіндегі жүйрігі болып қалыпты. Кеудесін лай сасық су алып қалған сиыр содан бері шабандап жүгіре алмайтын күйге түскен екен. Сиырдың жатқан кезде ыңырана күрсінетіні өзінің астамшылық етіп, суырға айтқан дөрекі сөзіне күні бүгінге дейін өкінген екен деседі. Бұл ертегіден түйетініміз, кішіпейіл болу керек, мен болмау керек. Солай ма, оқушылар? Видео ұнаса, каналға тіркеліп, достарымызды шақырайық.